Ассалаумағалейкумдер. Бүгін таңертең сағат 8-де жұмысты бастадық. Онша сүрге қойған жоқпын, 6 тапсырыс орындадым. Қазір қайдам, қанша теңге таза табыс түскені. Қазір өз шаруамызды бітірдік. Мынаны кафетерийге алып бара жатырмыз. Сосын бүгін жұмысқа кірісуге кішкене машинаны қарап алу керек. 1-2 жерін майын ауыстыру керек. Соған барам. Соны шаруа қыламыз бүгін. Түске дейін соны шаруа қыламыз. Түстен көреміз. Бүгін желание ашылатса жұмыс істейміз. Жолға шығармыз. Жақсы, күндеріңізге сәттілік. Керемет өтсін. Клиенттеріңіз көп болсын. Чаевылар көп болсын. Күн жылынды. Түнде минус 5 градус, 8 градусқа түсіп жатыр. Алдында одан да жақсы, одан да қатты салқын болды. Жылынған сияқты. Мына күндік солнечный очки бар. Күндік очким табылмай жүрмін, бір жерде қарап жүрмін, табылмай жүрмін. Жолымыз осы. Кафетерия затты беріп тастап шықтым. KFC. Білмеймін, бизнесте жоқ адамдар ау деймін олар кісілер. Несерьезный адамдар, кәдімгідей жұмысқа кешігіп келеді. Бизнесте олай болмайды ғой. Бизнес бастағасын адам деген, тем более кафетерия болғасын, таңда с утра шығады адамдар да, например, жұмысқа. Енді әркім өзі қарайды, бірақ дегенмен де басқа адамның да уақытын бағалай білу керек та. Егер де өзіңіздің уақытыңызды бағаламасаңыз да, басқа адамның уақытын бағалай білу керексіз да. Мен мысалы бардым, 5 минут тұратын нәрсеге 15 минут, 20 минут тұрдым мысалы үшін. Ол да болмайды ғой, олай да. Басқа адамның да шаруалары бар. Мысалы үшін істейтін шаруалары бар. Мысалы бір кішкене минуттан кейін мысалы бір жерге барып шаруа бітірсе де, әркім әртүрлі ғой, енді шаруасына қарай ғой. Олай задерживать етіп болмайтын сияқты. Қанша жерден кім болсаңыз да. Жақсы. Позитивный болайық. Ештеңе етпес. Батыс Қазақстан ярмаркасына барып, жәрмеңкесіне барып, машинаға май алып, май ауыстырайық. Уақыты келді.